Еліміздегі барлық ботаникалық бақтан ілгері тұрған біздің Алматы қалалық ботаникалық бағы. Біз бүгін көктемгі баққа саяхат жасаймыз. Кеттік. Расымен, Алматының көруге таңысы ғажайып орындардың бірі осы. Балықтарды бақылап, таза ауамен тыныстағанға не жетсін. Осы қарағайлы жөке аллеясы ботаникалық бақтың бір символы тәріздес. Мына шамдар түнде жанады. Мұнда келген барлық адам суретке түспей кетпейді. Тоқташ, мен де суретке түсейін. Әлемдегі ең алғаш ботаникалық бақ қайда пайда болғанын білесіз бе? Ол 14 ғасырдың басында Италияда пайда болды. 1333 жылы Венецияда ашылды, ал одан кейін әлемге таралған. Бүгінде біздің еліміздің өзінде 6 ботаникалық бақ бар, ал ең басты ботаникалық бақ біздің Алматыда. Бас ботаникалық бақтың биыл ашылғанына 90 жыл. 1932 жылы есігін ашқан бақта бүгінгі күні мыңдаған өсімдік түрі бар. Ботаникалық бақтың жалпы аумағы 104 гектар. Іле Алатауының бөктерінде теңіз деңгейінен 840-950 метр биіктікте Есентай және Үлкен Алматы өзендерінің аралығында орналасқан. Бақты гидпен аралауға болады, немесе арнайы мобильді қосымша арқылы өзіңіз жүріңіз. Онда өсімдіктер жайлы ақпараттар жазылған. Қолыңыз қалт ете қалса, осында келіңіз көрермен. Саф ауа, әдемі көрініс, жұпар ес, бәрі керемет.